бүкіл қыздың бүкіл қасиеті шашында екен ғой. Мәшһүр айтады, қандай да бір қыз бала немесе әйел заты шашына ие болса дейді, шашына ие болса, 5 уақыт намаз оқығанның сауабындай сауап болады дейді. Өте не дейді? Ол маңызды дейді. Неге? Өйткені шашына ие болмаған әйелден дұрыс бала тумайды дейді. Неге? Өйткені шаш ол ана энергетиканы қабылдайтын проводник екен ғой. Ауадағы бүкіл жаман ой, жаман информацияны шаш қабылдап отырады. Қазақ неге әйелді шашын жабады? Жаман ойдан сақтану үшін. Шашы жабық әйелден ғана рухани мықты бала туады дейді. Бізге мысалы орыстардың өзінде бар екен ғой сондай. Орыстардың мысалы дәстүрлі мәдениеттің бәрінде әйел адам басын жауып жүрген. Мысалы орыстар айтады, опростоволосился дейді. Опростоволосился не мағынасы не? Не мағынасы? Опростоволосился дегеніміз ұятқа қалды деген сөз. Просто волос дегеніміз шаш ашылып қалды. Тура мағынасында. Ауыспау мағынасында нені меңзеп тұр? Ұятқа қалды. Опростоволосился дейді. Сонда орыстардың өздері жаңағы дәстүрлі мәдениет деп шашын жауып жүрген. Порохова келді бір күні бізге, марқұм болып кетті ғой. Орыс әйелі Құранда аударған, сол айтты ғой. Батыста королевалар, фройлендер, принцессалардың бәрі шаштары жабық дейді. Олар шляпа киеді дейді. Біреу өзін дейді сыйлайтын әйел жалаңбас жүрмейді дейді қысқасы.